Көп әйелдер үйіндегі шаруасынан шаршайды. Үйінің тамағы бар, үйін жинауы, үйдің шаруасынан әйел адам шаршап кетеді. Энергиясын бәрі алып қояды. Сол үшін әйел адамы тек қана үйдің шаруасына ғана емес, әйел адамның жаны қиналмау үшін, стресс, депрессияға кіріп кетпеу үшін әйел адам даму керек, өсу керек. Әйел адам не қызығады, соны оқып, үйреніп, табыс тауып, ол жасаған жұмысы өзіне ұнау керек. Ол ұнаған жұмысын жасаған кезде әйел адам сол істеген сайын істегісі келіп, одан шабыт алады, энергия алады, өзін бақытты сезінеді. Сол үшін ер адамдар, әйелдеріңіз қолдаңыздар, сұраңыздар, не қалап тұрсын, не қызығады саған, бар оқы, тама деген сияқты сіз қолдау білдіруіңіз керек. Көмектесіңіз, үйіңізге көмекші жалдаңыздар. Әйеліңіз тек қана үйде отырып, үйдің шаруасына арналмаған. Әйел адам өсу керек, даму керек. Әйел адам дамыған кезде оның балдары да соған байланысты, балдар да білімді, ақылды, балдар да өсетін болады, дамитын болады. Сол үшін балдар ата-анасынан көріп тәрбие алады, ата-анасынан көріп үлгі алады. Сол үшін ата-анасы бірінші даму керек, өсу керек. Қолдау білдіріңіздер, ер адамдар. Әйел адамы өзінің ұнайтын жұмысын жасаған кезде энергия алады, өзін жаңа бақытты сезінеді, өзін дамытқан кезде. Сол үшін барынша әйелдеріңізге қолдау білдіріп көмектесіңіздер. Үйіңізге көмекші жалдаңыздар, няня жалдаңыздар. Барынша әйел адамы өсу керек, даму керек. Әйел адам сыртта ғана демалады. Шетелге шықса, ел жер көрсе, сана сезімі, ой көрісі өзгеріп кеңейеді. Әйел адам үйден шықпай, тек қана үйдің шаруасына отыра берсе, ешқандай дамымайды, ешқандай өзгеріс те болмайды. Сол үшін қаржылық тәуелсіздікке жеткіңіз келсе, байлыққа жеткіңіз келсе, барлықтарыңызға дамуға, өсуге, білім алуға ашық болыңыздар, талпыныңыздар. Өмір бір рет беріледі, сол үшін өмірді қолданыңыздар. Берілген мүмкіндіктерді барлығын қолданып, өміріңізді мәнді, сәнді және бақыттырақ етіп өткізуге тырысыңыздар.